Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз таптары. Бүгінгі сабақта негізгі және туынды зат есімдерді анықтайсыңдар. Тәуелдік жалғауларының қолданысын білесіңдер. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бересіңдер. Балалар, сөз таптарын есімізге түсірейік. Біз сендермен зат есім, етістік, сын есім, сан есім сөз таптарын білеміз. Зат есім заттың атын білдіретін сөз табы. Оларға кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қоямыз. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Ол не істеді, не қылды, қайтты сұрақтарына жауап береді. Сын есім заттың сынын, түрін, түсін білдіретін сөз табы. Ол қандай, қай сұрақтарына жауап береді. Және сан есім заттың санын, ретін білдіретін сөз табы. Оған неше, нешінші, қанша сұрақтары қойылады. Бәрекелді балалар, сөз таптарын есімізге түсірсек, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бізге ауылға барғанда мәтіні берілген. Мәтінді бірге оқиық. Мен жазда ауылға бардым. Онда менің Ергөбек ағам тұрады. Жаз бойы ағамның қыздары Назерке, Үмітпен бірге картоп түптедік. Пияздың арам шөбін жылдық. Шілденің ыстығында суға түскен қандай рахат. Қайта-қайта шомылып жүріп, мен мал тұтуда үйрендім. Ауылдағы әрбір күнім қызықты өтті. Балам, Дарханжан ала жаздай жәрдем берді. Бір мая шөп тұрғыздыңдар. Еңбегіне бірдеңе беретін шығарсың, деді әжем. Былтыр бір қой атаған еді. Жоқ, берем ғой, деді ағам күліп. Биылғы жұмысы ерен болды. Сондықтан тор биенің құлынын мінгізсем бе деп отырмын. Сөйтіп, ауылдан ат мініп қайттым. Биыл құлын болғанымен өсе келе ат болмай ма? Мұндағы ерен сөзінің мағынасын біліп алайық. Ерен, ерекше деген мағынаны білдіреді. Енді мәтін мазмұны бойынша құрастырылған сұрақтарға жауап беріңдерші. Дархан қайда барды? Дархан ауылға барды. Ауылда Дархан немен айналысты? Картоп түптеп, пияздың арам шөбін жылды. Дархан қандай бала? Дархан еңбекқор бала. Оған ағасы не атады? Неліктен? Көмектескені үшін ағасы оған құлын атады. Балалар, осы сөйлемдердегі сөз таптарын табайық. Бірінші, Дархан ауылға барды. Мұнда барды етістік, Дархан зат есім болады. Картоп түптеп, пияздың арам шөбін жылды. Мұндағы сөз таптары жылды, етістік. Картоп зат есім, түптеп, етістік болады. Дархан еңбекқор бала. Дархан бала зат есім, еңбекқор сын есім болады. Көмектескен үшін ағасы оған құлын атады. Бұл сөйлемде атады етістік, құлын зат есім болады. Зат есім негізгі және туынды болып бөлінетінін білесіңдер. Түбір сөзден болған зат есімді біз негізгі зат есім деп атаймыз. Мысалы, ана, бала, кесте, көз. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атаймыз. Мысалы, іскер, суретші, оқулық. Келесі тапсырмада туынды зат есімдер берілген. Бұл сөздерді сөз құрамына талдап, негізгі зат есімді табайық. Бірінші сөз кезекші. Түбірі кезек, ші, жұрнақ. Мұндағы негізгі зат есім кезек. Келесі сөз сыйлық. Түбірі сыйлық, жұрнақ. Негізгі зат есім сый. Келесі көлшік.
Түбірі көл, шек, жұрнақ. Мұндағы негізгі зат есім көл. Келесі іскер, түбірі іс, кер, жұрнақ. Негізгі зат есім іс. Келесі сөздік, түбірі сөз, дік, жұрнақ. Негізгі зат есім сөз. Соңғы достық, түбірі дос, тық, жұрнақ. Негізгі зат есім дос болады. Берілген тапсырмаға мұқият қараңдар. Мұнда бізге жұрнақтар берілген. Үлгіге қарайықшы. Мұндағы үлгіде түбір сөз жұмыс. Ш жұрнағы жалғанып, жұмысшы туынды зат есім жасалынып тұр. Қалған жұрнақтарға да тиісті түбір сөздерді тауып көрейік. Таза, тазалық. Бас, бастық. Зейнет, зейнеткер. Сыз, сызғыш. Дәрі, дәрігер. Жарайсыңдар балалар, ал сендер қандай туынды сөз таптыңдар? Соңғы екі туынды сөзді қайта оқиық. Сызғыш, дәрігер. Бұл сөздерге тәуелдік жалғауларын жалғайықшы. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулар деп атаймыз. Олар үш жақта, жекеше және көпше түрде айтылады. Менің сызғышым, дәрігерім. Сенің сызғышың, дәрігерің. Сіздің сызғышыңыз, дәрігеріңіз. Оның сызғышы, дәрігері. Біздің сызғышымыз, дәрігеріміз. Сендердің сызғыштарың, дәрігерлерің. Сіздердің сызғыштарыңыз, дәрігерлеріңіз. Олардың сызғыштары, дәрігерлері. Келесі берілген өлеңді бірге оқиық. Көшіріп жазыңдар. Бота. Айналайын ботам, қандай күйде жотаң? Табандарың жалпақ, теріп жейсің жантақ. Үйіліп тұр мойының, қанбайды екен ойының. Тостағандай көзің, әдемісің өзің. Сөйлемнен тәуелденіп тұрған зат есімдерді табыңдаршы, және олардың қай жақта тұрғанын тауып көріңдер. Ботам, бірінші жақта. Жотаң, екінші жақта тұр. Табандарың, екінші жақта. Мойының, екінші жақта тұр. Ойының, екінші жақта. Көзің, екінші жақта тұр. Бәрекелді балалар. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бердіңдер. Тәуелдік жалғауларының қолданысын білдіңдер. Негізгі және туынды зат есімдерді анықтадыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.